бар деп. Салмаққа бұрма Премьер Лигасының 14-ші турдық беттестері. Мейка команданың башқармастырушысы Валерий Березовский. Мына дал ушундай құраммен таныстырып өттім дағы. Беттестемесі өзін сынап келген ойыншыларды дағы көре алабыз. Бұл арада алға командасын чабуы жана соққы гол. Ешқандай офсайд жоқ. Қадырбек Шарбеков. Жаңылбасам дал ушул ойынчу есепти ачып койду. Алға командасының 55-ші номердағы ойыншысы Шарбеков Қадырбек талант командасында арасында бір топ кіргізіп. Азырынча талант командасына машықтырушылар емгетенет. Ышқылған топ, даро, соққу, Пряткин! Азырден қатаға жол беріп қоя жаздады қайрадан. Жана Мухаммед Каримов. Соққу! Коблах, сейф! Каримов Мухаммад. Айпанчасында пасына Абдукаимов. Соққу, Пряткин, Полев! Қайрадан соққу жана алға командасының қорғаушылары өз командасын сақтады. Қайрадан топ жоғалту, Полев, соққу, гол! Антон Полев талант командасынан өз атын бұл беттешке жазып қоя алды дағы. Антон Полев есепте теңеде 1-1. Мынасындай алға командасы біраз босоңдыққа жол берделі. Даро талант бұл беттеште есепте теңеп қойды. Шығарып келген топ Шумейка бұл топқа жеткен жоқ. Манбеков Айпанчасына чарылған топ, соққу, Коблах өз ордында. Манбековтан шығарып берген топ алысқы бұрышқа Коблах ойноду, жана қайрадан Коблах өз ордында, жана офсайд. Қадырбек Шарбеков қайрадан Айпанчасына келіп барды. Шарбеков чарылған топ, жана гол! Ешқандай офсайд жоқ. Мухаммад Каримов есеп сандарын өзгертіп қойды. 1-2 алға командасы Даро. Екінші тайм басталар замат игілікті чабуылды жасады. Қадырбек Шарбеков өзі Айпанчасына келіп барды. Голдық пасты жаратты. Каримов, Қалызбеков ортаңғы бөлікті қарсы екі ойыншы жана Қадырбек Шарбеков топқы ейлік қылды. Каримов топ сұрайды жана Шарбековтың соққысы. Принцип Коблах өз ордында. Мухаммад Каримов топ сұраған болчу бұл учурда, бирок Шарбеков соққы ұзатуын. Сулав мықты чыгарылған пас, Эммануэль Арма жана пенальти. Талсын ышқыры жаңырды. Жумабеков соққу, гол! Есеп сандары теңелді. Артем Пряткин бұл соққының бағытын тапқаны менен реакциясы жақсы жетішкен жоқ. Андықтан есеп сандары теңел отырады. 2-2. Сулайман Жумабеков бұл гол менен 7-ші голын кіргізіп отырады Премьер Лигадағы. Топқа бірінші. Эммануэль Арма. Çalgan pas, gol! Талант командасы! Даро 3-ші голды жасап қойды. Мықты ұйыштырылған чабуыл жана Жазбай Абдукаимов есеп сандарын өзгертіп отырады. 3-2 талант командасы алдыға шықты. Руслан Беклич қандай мықты ойнап қойды. Ал голдық пастың авторы, бирок бұл чабуылда Эммануэль Арма бардыр. Долженко Тапаевке пас, Айпанчасына чарылған топ, жана Коблах өз ордында. Алға командасы чабуылда, Айпанчасына чарылған топ, жана Коблах! Қандай ғана керемет сейф!
Кармаполев соққу жана Пляткин. Пляткинде байқаймыз. Чыгарылган топ жана соққу коргоочу. Дарбазан линиясынан чыгарып кетти. Кайрадан соққу жана гол. Не болду? Эсеп сандары өзгөрдү. 3-3. Темирболот Тапаев соңку бурчтан чыгарып берилген топту голга айлантты. Мына эми бул беттештагы эң бир кызыктуу беттештердин бири болуп калды. Премьер лигадагы 5 мүнөт кошумча берилген болчу. Эми башкы калсын чечим менен канча мүнөт ойношту? Муну дагы оюндан кийин дагы талкуулайбыз. Темирболот Тапаев Алга командасын жеңилүүдөн сактап калды. Эми гана башкы калсын ышкырыгы жаңырды. Эсеп сандары 3-3. Талант жана Алга командасы бүгүнкү беттеште 1 упайдан ээ болушту.